Мои правила будут. Удобная Жузи не будет, дедіңіз. Какой привет, такой ответ. Ждите, айналайындар. Дұғада болыңыздар деп жазыпсыз оған қоса. Мен айтып қоям, мен ерма тимеңдер деймін. Өзі айтқан Жерін ба? көрсетеді ғой маған звондап. Я тебя хочу деп. Өлтіріп кес, не деймін? И не болды, не бөлдірдіңдер сол кезде? Қазір. Маған күйеуім сенімен сөйлеспесін деп айтты. Блогерлердің арасында тағы да кімге береміз масканы? Бәріне беріп шығамыз ба біреу? Кезекпен кезек мен бәріне жібере салайын, менің атымнан. Түрлерімді көрмей ақ қояйыншы дедім мен. Спасибо, айналайындар дедім. Давайте дастархан бөліспей ақ қояйықшы дедім. Әкеңізге арналған өлең өте әсерлі екен. Бұл кісі туралы айтқыңыз келмей ме ештеңе? Не алып келдің дейсіздер ғой? Не надо вот это блеф создавать вокруг себя. БМВ, там, что-то. Өздері бұлықтырып, мен айттым, Жолшыбековті бас тартпаңдар дедім. Бір түбірлермен құрыңдаршы менің көз алдымнан дедім. Зысты шаршаттыңдар дедім. Сен мүлдем түсінбейсің, қаншалықты тәтті екенін иісің. Айбай! Үнемі көтермелейсің, егер құласам көтермелейсің дедім. Терлеп кеттім, мен бұлай өмірімде қатты көп информация айтпап едім. Сол кісіге оралғым келіп тұрды, Жай бермейді Құдай, шамаңа қарап сынайды. Анда білем сәлем салу керек. Мен сасқаннан үйге кіріп сәлем салдым да. Жауапкершіліксіз ана болғым келмейді дедім. Ертең балам жылап тұрса, мен өзімді қоярға жер таппаймын ғой дедім. Еркек қауым әрқашан біліп отырыңыздар. Қыз баланы жылатпаңыздар. Қыз баланың көз жасы ешқашан сіздерді жібермейді.